Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Панфилов аудандық кітапханасының ұйымдастыруымен қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама, ғалым Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің туғанына 125 жыл толуына орай әлем таныған Әуезов атты кітап көрмесін назарларыңызға сұнамыз. Кітап көрме негізгі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Әуезовтің өмірі мен шығармалары, екінші және үшінші бөлімде әңгімелері, еңбектері, пьесалары, сондай-ақ Мұхтар Әуезов туралы жылы лебіздер, дәйек сөздер және естеліктер қойылған. Мұхтар Әуезов қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ол 1897 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде дүниеге келген. Қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов артына мол әрі бай мұра қалдырды. Олай дейтініміз өздеріңіз көріп куә болып отырғандай, кітап сөресінде бірнеше Әуезовтің еңбектері қойылған. Соның бірі де бірегейі өздеріңіз көріп отырған Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясы. Бұл кітап ең алғаш бірінші және екінші том болып жарыққа шықты, ал кейіннен жаңа нұсқада 2002 жылы Алматы жазушы баспасынан Абай жолының жаңа үлгісі шықты. Ол бұл шығарманы жазуға 30 жыл уақыт жұмсады. 4 томнан тұратын Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясы әлемдік деңгейде 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі деген жоғары бағаға ие болды. Әуезов Абайдай ұлт мақтанышын дүние жүзіне танытқан қаламы қарымды қаламгер. Әуезов өзінің роман-эпопеясында қазақ халқын, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан энциклопедиялық деңгейде жан-жақты ашып көрсетті. Алайда Абай жолы оңай жазыла салған шығарма емес. Әуезов кесек туындыны дүниеге әкелу үшін талай мұрағатты ақтарып, қаншама адаммен сырласып, ұйқысыз түндер өткізді. Роман жарық көргеннен кейін де қайта-қайта қудаланып сынға ұшырады. Бірақ жазушы еш мойымады. Неден бастасам екен деп ойлағанда, мынандай бір жай еске түсті. Bir жан әлде бір сұхбатта көргенді айтайын ба, естігенді айтайын ба депті. Сонда сыншы тыңдаушысы көргенді айт. Себебі көрген шын, естіген өтірік депті. Мұхтар Әуезовтің келесі кітабы «Қилы заман» деп аталады. Бұл повесть 2016 жылы, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, Алматы баспасынан жарық көріп шықты. Яғни бұл повестте негізі Мұхтар Әуезов 30 жасында жазған екен. Қарқара жерінде өткен қасіреті мол қанды оқиға жан-жақты әрі көркем баяндалады. Мінекей бұл кітапта біздің әлем таныған Әуезов атты кітап көрмесінен орын алып тұр. Мұхтар Әуезовтың бұдан бөлек Көксерек, Жетім, Қараш-Қараш оқиғасы сынды әңгімелерін бала күнімізден оқып, киносын көріп келеміз. Қараш-Қараш оқиғасы 1927 жылы жазылған. Биыл ол оқиғаға 95 жыл. Жалғыз інімнен қарайып жетім мола қалды. Көкірегімді қарсы айырған кек қалды. Дұшпаным сәлмен. Қан қақсатпасам, маған серт. Қысқаша мазмұнына тоқталып өтетін болсам, мұнда ағайынды екі жігіттің, яғни Бақтығұл мен Тектіғұлдың тағдыры бейнеленген. Сәлмен байдың қолынан қаза тапқан Тектіғұлдың кегін алу мақсатында ағасы Бақтығұл Сәлмен байдың бірнеше жылқысын ұрлайды. Бұны біліп қалған Сәлмен бай Бақтығұлдың өзін соққының астын алады. Ал ол көмек сұрап Жарасбайға барған кезде ол оны сатып кетеді. Міне осыдан ашуға булыққан Бақтығұл кек алудың орнына Жарасбайды мерт қылған екен. Яғни бұл жерде қоғамдағы алауыздық, қоғамдағы ашу, ыза, сонымен қатар кек алу сынды бай мен кедей арасындағы озбырлық осының барлығы бұл шығармада айқын суреттелген.
Мұхтар Әуезов қазақ әдебиетінде проза жанры бойынша емес, сонымен қатар драматургия саласына да өзінің зор үлесін қосты. Олай дейтініміз 20 жасында еңлік кебекті жазып шықты. Ол Шекспирдің Ромео мен Джульетта желісіне ұқсас және бүгінгі күнге дейін қазақ сахнасында сахналанып келеді. Ал менің қолымда Мұхтар Әуезовтің пьесалар жинағы Алматы қаласынан жазушы баспасынан 1982 жылы жазылған. Мінекей пьесалар жиынтығы да біздің кітап көрмемізден орын алып тұр. Аспаныңда жарқыраған күнің бар, Абай шыққан, Мұхтар шыққан шының бар. О жас ұрпақ жасқанбаңдар биіктен, әрбіреуің бір-бір шыңға шығыңдар. Дәл осылай жырлай отыра, Абай мен Мұхтар аталарының жолын өскелең ұрпаққа берсін деп тілейміз. Назарларыңызға рахмет.